Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қызылорда полицейлері қызмет барысында басшылық тарапынан көрген жәбір мен сан салалы қысымды жіктеп жазып, ел басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу арнады. 70-тен астам тәртіп сақшысы қол қойған ұжымдық арызда басшылықтың полицейлерді құқық бұзып, халыққа қысым көрсетуге итермелеп отырғаны және қаражат жинату секілді заңсыз әрекеттерге мәжбүрлейтіні баяндалған. Қызылорда қаласы полиция басқармасының жергілікті қызметкерлері ұжымдық арызда қызметті белден басып, басшылықтың бармақ басты көз қыстыға баруы, қызметтік ортадағы жайсыздық, халыққа қалтқысыз қызмет етуге оң жағдайдың жасалмауы, шеті жоғарының озбырлығы суреттелген. Сонымен қатар себепсіз қаржы жинатып, халықты әсіре қанауға ықпал етуі, шын шекпен мәселесіндегі селқостық, қызметтік іс-сапар ақысының төленбеуі мен жұмыс уақытынан тыс шабармандық іске шегу сынды кілтипандар кеңінен таңбаланған. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл тек қана Қызылордада болып жатқан жағдай ма? Өзге өңірлердегі тәртіп сақшылары халыққа қандай озбырлық көрсетіп отыр, яғни жоғарыдан келген бұйрық бойынша? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.